Алматыда қала педагогтарының біліктілігін арттыратын ұстаздар үйі ашылды. Жаңа орталықта ұстаздар тұрақты тәжірибе алмасып, педагогикалық инновацияларды жүзеге асырады. Алматыдағы педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының тарихы тереңде. 1960 жылы құрылған мекеменің осы уақытқа дейін тұрақты ғимараты болмаған. Бүгін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының қолдауымен қала ұстаздары ортақ шаңыраққа қол жеткізді. Мұнда жылына 70 мыңнан астам педагог біліктілігін арттырады. Ұстазға қойылатын талап өте үлкен. Материалдық техникалық базаның дамыған кезінде, техниканың дамыған кезінде біздің ұстаздарымыз содан түгел жан-жақты болып, әлемге еліміздің білімін танытатын болып шығу, әрине осындай орталықтардың берген білімінің жаңартылған, жаңа мазмұнды іске асырудағы жетістігі деп санаймын. Орталық заманауи құралдармен жабдықталған. Робототехника, Монтессори кабинеттері, бейне және дыбыс жазу студияларында ұстаздар жаңартылған білім мазмұны, үш тілді білім беру, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға қатысты әдістемелермен бөліседі. Жеке сайтын жасап жатырмыз. Осы химия саласы бойынша. Себебі қазір кезде пәндік қазақша сайттар аз болғандықтан, бар болған күнде олар көбінесе ақылы, сондай қолжетімсіз. Сондықтан қазір кезде өзіміз химия сабағы бойынша қазақша академиясын жасап жатырмыз. Бұл сайтта бүкіл ұстаздар үшін де, оқушылар үшін де, ол жерде бүкіл сабақтардың тапсырмалары, сабақ жоспарлары, сонымен қатар видео сабақтар, соларды салып отырамыз. Ұстаздар үйінің ашылуына орай мектеп мұғалімдері мен колледж оқытушылар арасында өткізілген Смарт педагог республикалық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.